Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Бүгін біз омлет дайындайтын боламыз. Ол үшін маған 5 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаға тұз қосып, жақсылап сары түске енгенше араластыратын боламыз. Достар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда сіздер үшін өте оңай рецепттер шығатын болады. Маған шұжық және үккіштен өткізілген ірімшік, жұқалап туралған картоп қажет. Картопты қалың етіп турап жібермеңіздер, піспей қалуы мүмкін, ал осылай жұқалап туралған картоп өте тез пісетін болады. Одан соң табамызға май құйып, қыздырып, оған картоптарды орналастыратын боламыз. Картоп аздап кішкене бір 5 минуттай қуырылғаннан кейін оның бетіне жұмыртқаны тегістеп құйып шығатын боламыз. Одан соң шұжығымызды орналастырамыз. Одан соң шұжығымыздың бетіне үккіштен өткізілген ірімшіктерімізді орналастырамыз. Ірімшігіміз әдемі болып еритін ірімшік болған жөн. Бұл тағамды балалар жақсы сүйіп жейді, өйткені бұл пиццаға ұқсас болып келеді. Енді табамыздың бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Мінекей достар, біздің омлетіміз дайын болды. Енді сіздерге кесіп көрсететін боламын. Омлет таңғы асқа өте дәмді болып келеді. Сондықтан да таңғы асқа дайындап беріңіздер. Омлеттің бетіндегі сырымыз еріп, өте әдемі болып тұр. Ас болсын достар.